Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, жұп-жұмсақ, керемет болып шығатын мини пиццаның рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Құрамы қолжетімді, өте оңай дайындалады. Ең әуелі таза ыдысымызға бір кесе жылы суымызды құйып, үстінен бір шай қасық қант, бір шай қасық тұз салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Сонан соң бір шай қасық ашытқы салып, араластырып, үстінен алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп дайындаймыз. Шамамен 2 ас қасықтай сұйық май қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Қамырымыз дайын болайын деп қалған кезде үстінен 1 ас қасықтай сұйық майды құйып, қайтарып қамырымызды илейтін боламыз. Осы кезде біздің қамырымыз жып-жылтыр, жұп-жұмсақ қамыр болып шығады. Сонан соң бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. Осы арада біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына сырды алдын ала үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Сонан соң шұжықтарымызды текшелеп майдалап турап аламыз. Салмасына егер қаласаңыздар тұздалған қияр, саңырауқұлақ немесе қызанақ та пайдалансаңыздар болады. Мен тек шұжықты ғана пайдаландым. Барлығын осылай алдын ала дайындап қоямыз. Сонан соң ашып, көтеріліп дайын болған қамырымызды алып, теңдей 6 бөлікке бөліп дайындаймыз. Осы құраммен менде 6 дана мини пицца дайын болады. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Міне қамырларымызды бөліп, осылай дайындап алдық. Енді оны табамызға жайғастырып, тек үстін ғана басып, тура видеодағыдай жасап дайындайсыздар. Сонан соң үстінен шамамен 1 ас қасықтай кетчупты жағып, қасықпен барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Алдын ала турап дайындап қойған шұжықтарымызды қамырдың үстіне барлығына теңдей етіп жайғастырып шығамыз. Сонан соң үстінен майонез жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минут пісіретін боламыз. 15 минут өткен соң пештен алып, үстінен алдын ала үккіштен өткізіп дайындап қойған сырымызды салып, қайта 2-3 минутқа пешке салып алатын боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осымен біздің мини пиццаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жұп-жұмсақ, керемет пиццалар. Құрамы да қолжетімді. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір қалдырсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!